Windows керек. Бұны біз осылар Google'дан скачать ете аламыз. Біз тоже 2009 скачать етесіңдер ғой. Біз точқа кіреміз енді. Блин, ұсыр қатып жатыр. Біз точқа кіреміз. Кіріп жатыр. Достар, видеоны болса ана тіркеу аяқтан басып кетіне достар. Мен шапкілерім. Достар, қазір топовый превью жасап қойғам уже алдын ала. Көріңдер ме, топовый превью жасап қойғам. Енді достар, ол жер кіргеннен кейін бізге достар, мынаған кіреміз, мына тұрға міне. Осыған кіреміз. Басамызда пустой документ деген басамыз. Бұны ширинаға біз сыны басамызда 1024-ті басамыз. Сосын высота дегенді сыден басамызда 570 алдыға қоямыз. Сосын басамызда ок дейміз. Осыдан кейін достар біз көрсетейін. Мына жердегі мынаны басамыз. Осын басамыз, ана плюсикті басамыз, свой фотография деген басамыз, фотогалерея. Потом бізге неқта жібереді, кстати, достар. Мен осындай достар, мынандай фондарды қараңдар. Бұл жер емес. Қараңдар, мынандай фондар достар, мен телеграм каналымда 10 лайктан кейін телеграм каналымды беріп, сол жақта осыған бәрін берем. Достар, бізге бұл жер емес, пичуриске дейінге кіреміз. Мынандай қадам газ. Так, достар, табамайды. Газ, достар, стопқа қойып тұру керек. Стопқа қойып тұру керек. Достардың карточкасы көрсетемін. Мәні pictures деген осыған басамызда карточка. Мынандай карточкалар бізге мынандай карточка керек. Обложка сияқты Google'ға жазып, обложка для шапка, для YouTube деген басамызда осыған басамыз. Сосын добавить деген басамыз. Сосын кішкене үлкейтеміз да былай. Потом мынаны басамыз. Осыдан кейін біз мынандай стрелкалар тұрады, қазір көрсетейін. Мынандай стрелкалар сияқты бір нәрсе тұрады. Осын басамыз. Потом жоқ бұл емес. 8 сияқты тұрады, осын басамыз. Обрезать избір деген басамыз. Кесіп аламыз. Әдемілеп кесіп алу керек. Әдемілеп кесіп алайық. Басамыз. Жаңа айтқан фондардың түбі былай кетіп қалады уже. Былай күтеміз. Потом осыдан бағанағыдай басамызда плюс свой фотогалерея деген басамызда. Енді бізге жаңағы фондар керек. Телеграм папка кіреміз, фондардан астына саламдан басамызда. Осылай кішкене үлкейтіп бай қоямыз, анан басамыз. Өз бітіп кіреді. Тура бағанағыдай кіреміз. Потом фоныға мен, например, мынаны алсайын. Тура осылай басамыз. Короче, плюсикті басам. Потом тағы бір фон керек. Свой фотография деген бағана басамыз. Там бізге мынандай кіреді. Мына үйді басайын. Короче, осыдан кейін тура осылайдан жөндеп аламыз. Блядь, қатып жатырдан программада бір қатпайтын кезде қатады ғой. Сосын галочка басамыз, короче, болды. Осыдан плюсикті басамыз, қайдан свой фотогалерея. Енді бізге бағана бэкграунд язерден папка болады. Мен мына жерде тұр. Мен мына жерде бэкграунд язер деген басамыз. Потом бұл жер бағанағыдан басамыз. Көбейтіп аламыз. Карточка басамыз.
плюс басамыз ба. Сосын фотогалерея басамыз да. Осыдан кейін мынаяқтан шығамыз. Жоқ, бағанағы бэкграунд язып кіреміз да. Бір не таңдаймыз. Поза. Например, мынаны басамыз да. Үлкейтеміз. Потом қоямыз да. Мынаны басамыз. Потом болды осымен. Содан кейін достар бізде Pixelab деген приложениеде шрифт таңдап аламыз. О шрифт достар аид стилінде шрифт. Оны біз достар ютубтан таба аласыздар. Аид PLP текст аида дейсіздер. Потом осыдан кейін біз мына жерден Pixelab деген тауып алдым. Папканы табамыз. Мынау тұр. Pixelab деген папка мені. Осын басамыз. Потом мына жерде менде шрифт дайын тұр. Мико деген. Осын басамыз да үлкейтеміз, қысқартамыз. Потом мына жерге бетімен қойып қоям. Короче. Осыдан кейін қойып қоям. Қимылдату қиын болады, потому что созуға болмай. Короче, осылай галочканы басамыз да. Короче, осыдан кейін сосын готово деген басамыз да. Сохранить деген басамыз. Сохранить етіледі. Потом мынау енді біз мынаны басамыз. Так, по-моему, біз мынаны басуымыз керек. Міне, мына галочка бар да. Сохранить в галерее деген басамыз да. Мына бағана суретті жасаған суретімізді басамыз бай. И PNG деген басамыз да. ок деп басамыз. Енді қазір мен осыны ютубқа қойып. Короче, осылай шықты. Сіздермен болған Мико. Арнан тіркелі лайктарын басып кетіңдер. Пока-пока. Чао.